Сәлем балалар, бүгін біз қазақ тілі сабағы 78-ші сабақ көмектес септігін өтетін боламыз. Сабақты бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бүгінгі сабақтың тақырыбы көмектес септік. Сен бұл сабақта көмектес септіктің жалғауын білетін боласың, сондай-ақ өз пікіріңді дәлелдей алатын боласың. Олай болса, 68-ші жаттығудан бастап орындайық. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Тұмсығымен ояды, ұя салып қояды. Табыңдаршы балалар, ол қандай құс болады? Қарамен жазылған сөзге сұрақ қой. Бұл қай септіктің сұрағы? Ал олай болса, жұмбақтың жауабын тауып көрейік. Жұмбақтың жауабы тоқылдақ. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер тұмсығымен. Қане сұрақ қояйықшы. Несімен? Немен? Ал олай болса, оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбына сәйкес көмектес септіктің ережесімен таныс болайық. Көмектес септігінде зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді. Көмектес септігі атау септігіндегі сөздерге мен, бен, пен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды көмектес септік жалғаулары деп атайды. Келесі бізде 69-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Дәптерімізге осы 69-ші жаттығуда берілген сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Мұхиттар теңіздермен жалғасып жатыр. Ақбидай күннің нұрымен, жаңбырдың суымен өседі. Гүлсім табиғатта аялау туралы әңгімені зор ықыласпен тыңдады. Марат Мұзайдыңа атасымен келді. Бір-біріне түсіндіре отырып сөйлем мүшесіне талдаңдар. Көмектес септігіндегі сөздер сөйлемнің қандай мүшесі болып тұрғанын айтыңдар. Оқушылар, біз бұл сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талдадық. Енді ішіндегі көмектес септігіндегі тұрған сөздерді табайық. Теңіздермен, нұрымен, атасымен, суымен. Келесі бізде 70-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Құрлықтың айналасуымен қоршалған бөлігі арал деп аталады. Бір-біріне жақын жатқан аралдар тобы аралдар шоғырын құрайды. Оны топ арал дейді. Теңіз толқындары жүздеген жыл бойы жағаны шайып бұзады. Одан құрлықтың белгілі бір өңірін бөледі. Әуелі әлгі жер бөлігі құрлық пен жіңішке мойнақ арқылы жалғасып жатады да түбек деп аталады. Бірте-бірте мойнақты су бұзғаннан кейін арал пайда болады. Бұл жерде бізге берілген тапсырма мәтінге ат қой, көмектес септігінде тұрған сөздерді тауып, өз пікіріңді сызбаны пайдаланып дәлелде. Мәтіннің аты арал. Сумен, құрлықпен бұл көмектес септігіндегі сөздер. Себебі немен деген сұраққа жауап беріп тұр. Және көмектес септігінің мен деген жалғауы жалғанып сөйлемде тұрлаусыз мүше қызметін атқарып тұр. Келесі бізде 71-ші жаттығу ұйқасына лайық сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Сондай-ақ шығыс және көмектес септіктеріндегі сөздерді тап. Көмектес септігіндегі сөзді сөз құрамына талда, сонда не байқадың? Тұмсығымен шымшып, құрт тереді шымшық. Сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр ағып, мөлдір бұлақ. Көмектес септік бұл жерде тұмсығымен сөзі. Тұмсық атау септік, яғни оған біз мен жалғауын жалғап, көмектес септігінің қызметін атқарып тұр. Яғни сұрақ қойып көрейік. Не мен? Келесі бізде шығыс септік. Шығыс септігі таудан сөзі. Тау бұл жерде атау септік, оған біз дан жалғауын жалғап, шығыс септігінің қызметін атқарып тұр. Сұрағы неден? 72-ші жаттығу сөздерді оқы. Тек көмектес септігіндегі топтарды торға түсір. Бұл жердегі көмектес септігіндегі сөздер қылқаламмен және кітаппен сөздері. Келесі бізде 73-ші жаттығу жағдаяттан шығып көр. Жаздың бір шуақты күнінде Асқар мен Болат көл жағасында демалуға барды. Олар суға шомылып күнге қыздырынды. Өздерімен бірге әкелген қарбыздарын жеді. Қарындары тойған балалар қарбыздың қабықтарын суға лақтырып ойнады. Үлкен кісілердің ескертпесін естімегендей сыңай танытты. Бірін-бірі қуалап, ауылға қарай жүгіріп бара жатты.
балалардың әрекетін қалай бағалар едің? Олардың орнында болсаң не істер едің? Оқушылар, бұл жағдаяттан қане бәріміз бірлесіп шығып көрейік. Бұл жерде балалардың іс-әрекеті дұрыс болды деп ойлайсыздар ма? Әрине дұрыс айтасыздар. Балалардың іс-әрекеті дұрыс емес. Табиғатты қоршаған ортаны таза ұстау өзімізден басталады. Сол үшін арнайы қоқыс орындарын пайдаланып, үлкен кісілерді тыңдап жүруіміз қажет.